Астың адам баласының арқауына теңелуі оның тіршіліктегі орнын ешбір анықтамасыз айқындап тұр. Дастарханға қойылған ас судың мөлшері, азық-түліктің бағасы үй иесінің әлеуметтік жағдайын көрсетеді. Дәмді тағам әзірлеп әрі неғұрлым көп мәзір білетін әйел елдің ықыласына бөленеді. Кімнің қалтасы қалың, сол қаладағы ең қымбат асханалар мен мейрамханалардың тұрақты клиенті. 3 мезгіл тамақты қалдырмайтын адамның денсаулығы жақсы. Бұл 21 ғасыр өкілінің санасында жатталған түсінік һәм стереотип. Көріңізде тұрыңыз, бүгін сіздің пікіріңізді бір жола өзгертеміз. Ас ішуге қатысты стереотиптеріңіздің күл талқаны шығып жатса да таңғалмаңыз. Аллаға және ақыретке иман келтірген әрбір пенде үшін көркем үлгімен безендірілген Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, тамақ ішу рационын, ас мөлшері 14 ғасыр бұрын тайға таңба басқандай көрсетіп берген болатын. Ол, адам өз асқазаны секілді ешбір жаман ыдысты толтырған емес. Солай бола тұра, белді бүгу үшін бірнеше түйір тағам жеткілікті. Асқазанды толтыру қажет болса, 3/1 тамақпен, 3/1 сумен және 3/1 ауамен толтырсын деген еді. Тирмизи. Мұнда сөзсіз табыс бар. Өйткені ол адамды жаратқан және оның тұла бойының құпиясын білетін Алланың көкейіне құйғанын ғана сөйлейді. Осы хадисті оқыған дәрігер Ибн Масауи, егер адамдар осы сөздерге құлақ асқан болса, оларға ауру сырқат төнбейтін еді. Сонда ауруханалар мен дәріханалар бос тұрар еді деген екен. Ауру астан дәрінің ең жақсысы, аз тамақ деген даналық сөздер текке айтылмаған. Тіпті бүгінгі ғалымдар мен дәрігерлер қарын дерттің үйі деген тұжырымды жиі айтатын болды. Қомағайлық, зұлымдық. Ол тек қана артық салмақ апатына ұшыратпайды, жалқаулық, ұйқышылдық есіктерін ашады. ақш-тың тамақтану саласының маманы Марси Парацель көп жеудің миға әсері туралы былай дейді: көп жеу мидың денсаулығына қауіп төндіреді. Ми қан тамырлары қабырғаларының ауырлауына, яғни атеросклероздың пайда болуына және ойлау қабілетінің төмендеуіне әкеліп соқтырады. Бұған қоса, қант пен тәтті дәмділерді көп жеу, протеин мен тамақтың бойға сіңуін тоқтатып, дұрыс тамақтану мен ми қызметінің бұзылуына себеп болуы мүмкін. Ас ішіп ауырғанша ашығып сау жүр. Адамның ағзасы жинақтаушы және өткізуші, сыртқа шығарушы болып екіге бөлінеді. Мәселен, сіздің жеке кәсіпорныңыз бар. Сізге күнделікті жүк көлігіне тиелген тауарлар келіп тұрады. Оларды түсіретін 10 жұмысшыңыз бар. Күніне 2 көлік тауар келсе, 5-еуі оны түсіріп қояды да, қалғаны оны жинайды, басқа жұмыстарды бабына келтіріп қояды. Көлік 4-5-ке көбейіп кетсе, жұмысшылар үлгермей, сапасыз жұмыс істейді. Тауарлар ретсіз, шашыраңқы қойылады, басқа жұмыстар жайында қалады. Біздің асқазанымызда жоғарыдағы хадисте айтылғандай бірнеше түйір асқа лайықталып жаратылған. Онда неғұрлым көп ас түскен сайын игерілмей, ағзаға жиналып, басқаларын бүлдіреді немесе дәретханаға шығарасыз. Бұл ай сайынғы жалақымыздың 30%-ы әжетханаға кетіп жатыр дегенді білдіреді. Бір келі артық салмақ таяуда басталатын сырқаттың тамыры. Ағза тек қана әу баста өзінің бағдарламасына орнатылған бірнеше түйірді ғана алып қалады. Медицина ғалымдары бір рет ішілген асты қорыту үшін 16-20 сағаттың қажет екендігін ашық айтады. Мәселен, бір стақан сүт 10 сағат қорытылады. Сондай-ақ ғалымдар қауымы күніне бір рет қана ас ішкен немесе 16 сағат бойы тамақ ішпеген адамның ағзалары өз-өзін емдейді деген тұжырымды мәлімдеді. Бұл уақытта сырттан енген түрлі токсиндер де шығады. Ішкі ағза тазарғандықтан адамның бет әлпеті де әдемі бола түседі. Бұл механизм тек ағзаға ас келмей қалғанда ғана жұмыс істейді екен. Бұл мүлде тамақ жемей қою немесе нан, май, ет жеме деген бұйрық емес, адам бар болғаны астың асқазанында қорытылуына мүмкіндік беруі керек. Тәжірибе барысында мұның ақиқат екендігі елімізде де талай рет дәлелденді. Бұл Алла орайластырған өте керемет әдіс. Дәріге, ауруханаға ақша, уақыт шығындалмайтындығы тағы бар. Анадет аталатын бұл методика туралы арнайы мекемелерден толығырақ білуіңізге болады. Қарынның құштарлығы немесе нәпсінің нәубеті. Сонда асқазан тоқ болса, үнемі мазамызды алып, тамақ сұрап тұратын не нәрсе? Ол біздің нәпсіміз. Біз асқазанға қажет мөлшерден артық астың бәрінде ләззат үшін жейміз. Имам Ғазали осыған қатысты: адамды өлімге итермелейтін ең үлкен себеп қарынның құштарлығы. Сол себепті де адам оған
Алланың сәлемі болсын, мен Хауа жәннаттан шығарылды деген екен. Нәпсіні сындырғанда қаншама игілікке жеткелі тұрғанымызды мынадан білуге болады. Адам аш кезде 90-100% энергияның бәрі миға жиналып тұрады. Асқазанға ас түссе, энергия да сонда жинақталады. Ғалымдар емтиханға, маңызды сынаққа, жұмысқа аш баруға кеңес береді. Мұндай кезде адамның басына түрлі ұтымды идеялар келеді екен, әрі жұмыс өнімді болады. Ұйқысы қашық, сергек жүреді. Тазалық жиналған жерде емес, шашылмаған жерде деген сөз бар. Сол секілді артық салмақтан жаттығу, диета арқылы құтылуға болады. Бірақ мұның бәріне уақыт жұмсау қажеттілігі туады. Жолдағы кептеліс, жаттығу залына төленетін, диетаға қажетті азық-түлікке жұмсалатын қаржы ең абзал шешім, артық тамақ жеуден тыйылу. Уақыттың қадірін түсінген ізгілердің сөзіне назар салыңызшы. Алламен ант етейін, тамақ жеген уақыттарында ғылыммен айналыса алмағаныма қатты өкінемін. Өйткені уақыт қашанда қымбат қой. Фахраддин: мен тамақ уақыттарын қысқарту үшін барынша қолымнан келгенді жасаймын. Тіпті көп шайналатын тамақтан гөрі тез жұтылатынын таңдаймын. Неге десеңіз, шайнауға уақыт кетіп қалады. Содан барып жазуға, оқуға көп уақыт таба аламын. Әл-Имам Әбул-Уәфа Али ибн Ақил: медицина ғалымдары тамақтануға қатысты төмендегі 3 қағиданы ұстануға кеңес берген. 1. Аз тамақ жеу. 2. Үйлесімді тамақ жеу. 3. Тек қарын ашқанда тамақ жеу. Имам Шафиғи: оған Алланың рахымы болсын, тамаққа тою тәнді ауырлатады, қабылдауды әлсіретеді, ұйқышылдықты шақырады және адамды құлшылығында төмендетеді деген. Кім өзінің қарынын қадағалайтын болса, ол дінін қадағалағаны. Кім аштыққа шыдаса, көркем мінезді әрі тақуа болады. Шын мәнде күнә аш адамнан алыс, тоқ адамға жақын. Ибрахим ибн Адхам: әсіресе жатарда тойып тамақтанбай ұйықтаған адам түнгі намазға оңай тұрады. Әрі Алланың алдында қолын байлап ұзақ тұруға да дағдыланады. Құранға деген құлшынысы артып, есте сақтау қабілеті де жақсы болады. Нәпсің әлсірегенде қиялға берілу, артық дүниеге қызығу сезімдері де ұмыт қалады. Тоқ адамның шахуаты күшейіп, тыйым салынған нәрселерге жақындайды, біреуді кекетіп мұқатуға, ренжітуге құштарланып тұрады. Сондай-ақ құлшылықта озық болу үшін ерте ұйықтаудың да пайдасы аса зор. Сағат түнгі 10 мен 2 аралығында ағза ертеңгі күнге дайындалады. Осы аралықта ұйқыда болған адам ертеңгі күні шаршаңқылық, ұйқышылдыққа берілмейді. Мейлі бірде ұйықтап, ертең түскі 1-ге дейін ұйықтасақ та мұндай әсерді сезіне алмайды екенбіз. Бұхари мен Муслимде келетін танымал хадисте, иманды адам бір қарынмен жейді, имансыз адам 7 қарынмен жейді делінген. Бұл мұсылманның басқа дін өкілдерінен әлдеқайда аз тамақтану керектігін нұсқайды және қарапайымдылыққа, азға қанағат етуге шақырады. Дініміздің жан-жақтылығы сол, аз тамақты берекелі етудің де жолдарын көрсетіп берген. Бірде сахабалардың бірі: «Я, Алла елшісі, расында біз тамақ жеп, оған тойына алмаймыз» деді. Сонда ол: «Сендер бөлек тамақ ішетін шығарсыңдар» деді. Олар «Ия» деп жауап береді. Пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, мұны естіп, онда тамаққа жиналып, Алланың есімін айтып жеңдер, сонда сендерге тамақтың берекесі болады деген. Әбу Дәуд. Егер осы видеомыз ұнаса арнаға жазылып достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен әлем арнасы.